Барлықтарыңызға сәлем достар, сендер мен Мейелма және достар. Бүгін, сендер адаспай жатсыңдар. Біз бүгін орманда 24 сағат выживание жасайтын боламыз Майнкрафтта. Достар, бұл менің алдымда бірінші рет шығып тұрып жатыр осындай видео. Достар, сол үшін лайк басамыз и подписаться деген батырманы аямай басамыз. Аямаңдар подписацияны, лайкты да аямаңдар. Аяудың керегі жоқ. Басамыз. Подписацияны да басамыз, лайкты да басамыз. И достар, мен бүгін қазір айтатын шығарсыңдар, сен выживанияда неге өзіңге кирканы және садақты, төсекті, есікті алып алдың. Достар, қазір мен оларға кирка тауып, оларға шахта қазып, видео созылып кетеді да, соның керегі жоқ. Сол үшін достар, мен өзіме кирка алдым, және садақ алдым, төсек алдым, есік алдым. Біз бүгін үй жасайтын боламыз. Ал мен кубиктерді тау бар, қазір тауға барамыз, сол жерден кубиктерді сындырып алып, мына жерге келіп үй жасайтын боламыз. Ал тамағымыз аңға шығамыз. Бүгін аңға шығатын боламыз. Егер достар, келесі видеода жай ғана просто аңға шығып выживание жасаш десеңдер, комментарияға жазып и лайкты басыңдар, сонда мен білетін болам сендер шық деп жатқандарыңды. Ал біз видеоға кеттік. Міне достар, қазір мен баратын болам. Мына жолмен бір жермен бару керек. Ал тауға бару үшін бізге жол керек. Қалай барамыз, қазір адаспасақ болғаны. Мына жермен бара берейік. Адаспайтын шығармыз. Адассақ та мына жерде бір жақсы жерде. Қазір біз ормандамыз. Адассақ та біз жақсы жерде үй жасай саламыз. Мына жерде мысалы. Міне достар, қараңдар. Мына жерде кубик бар екен, оларды сындырып алайық. Қазір мен дауысын азайтайын. Азайттым, енді жақсы естіліп жатқан шығар. Егер бағана жақсы естілмесе, кешіресіңдер. Қазір қолым тайып кетті просто. Сол үшін сындыра алмай қалдым. Қазір мына жерде алдық, тағы да мына жерлерді тазалап жатырмыз ғой. 22 штук жетпейді бізге. Көп штук керек үй жасау үшін. Қараңғы түспей жатып, аңға шығу керек, үйді жасап үлгеру керек. Егер қазір үйді жасап үлгере алмасақ, достар, онда ұйықтап алып, келесі күнде аңға шығатын боламыз. Достар, мен мына жерлерден кубикті алып жатырмын. Өйткені мына кубиклерден бүгін үй жасайтын боламыз. Үй енді топ болмайтын шығар. Топ болмаса да түнеуге, ұйықтап шығуға бір күнге жарайтын шығар енді. Ішіне төсегімізді қоямыз, есігімізді қоятын боламыз. Қазір үйімізді әдемі қылып аламыз. Міне достар, мен мына жерде сындырып жатырмын кубиклер. 44 штук жетпейді. 60-қа шейін хотя бы жеткізіп алу керек.
достар, әрине мен сөйлемей жатырмын. Көп сөйлемеймін, ал сендер видеоны тамашалай беріңдер. Мен қазір мына жерде кубиктерді 60 жасаймыз деп тағы да 60-тан көп жасап алыппыз ғой. Жарайды. Мыналарды сындырып алайық. Қайдан білейін, енді жетпей қалса, сосын тағы да келу керек. Достар, егер бұл видео ұнап жатса, сендерге лайк басамыз және де арнаға тіркелеміз. Достар, арнаға тіркеліп тез-тез 1000 подписчик жасап жіберек. Тез-тез. 1000 подписчик дегенде сендерге қиын емес шығар 1000 подписчик бол. 1000 подписчик емес, егер қолдарына келіп жатса, одан да көп подписчик саған жасап береміз. Қолымыздан келеді десеңдер, онда арнаға тіркеле беріңдер, достар. Кім арнаға тіркелсе, комментарияға жазсын арнаға тіркелдім деп. Только шын тіркеліңдер. Мен оған жазатын болам. Шын жүректен рахмет деп алдыңғы видеода айтып кететін болам. Комментариясының астына лайк басатын болам. Ал сенде видеоны тамашалай беріңдер, достар. 22 штук мыналарды сындырып алайық. Болды, жетеді мыналар бізге. Короче, кеттік үйімізді жасап алуға. Қараңғы түспей тұрып үйді жасап алу керек. Міне, достар, жетіп қалдық өзіміздің жерімізге де. Келесі рет егер тағы да выживание жасайтын болсам, мына жерде балық аулайтын боламыз. Қазір, достар, тез үйді құрып тастайық. Мына жерден жасап алу керек еді. Мына жерге жабыстырмай. Слишком ұзын болып кетті ма үйіміз? Нормально, мына жерде тағы да біреуін сындыра салайық. Мына жерден бұлай жасаймыз. Кубик жетпей қалса айбай. Міне мына жерде есік болады. Қазір есігімізді қойып жіберек. Осында есік болады, ағаш есік. Достар, айтып кетейін тағы да. Егер үй слишком топовый кішкентай болса, ренжімеңдер, ештеңе етпейді, бірақ түнеуге жараса болды бір күн. Егер жетпей қалса тағы да бару керек. Жасадық қайтыр. Мына жерде де бұлай істеп жіберек. Құлап түспесек болғаны. Выживаниеда өздерің білетін шығасыңдар, секіре алмаймыз. Сол үшін қиын болып жатыр. Төбеге шыға алмай жатырмын. Жай істеп жатырмын үйде, егер құлап кетсем, айбай, кубик жетпей қалды. Енді не істейміз? Тағы да тауға бару керек па? Ё-моё. Что-то мына зомбилер жүрмей жатыр. Егер зомбилер болса, қазір мені атар еді. Жетіп қалыппыз ғой, братан.
Міне достар, 14 штук қалды. Енді сиятын етіп, ал мына жерге сиямыз. Бұлай бола берсін. Бұлай бола берсін, ештеңе етпейді. Көбік жетпей жатыр. Мына достар, 5 кубик, 4 кубик, 3 кубик, 2 кубик. Бұл соңғысы жетпеді. Достар, енді тағы да тауға баруға тура келеді. Енді тауға қайтып барамыз достар. Мына жерден кубиктерді асақ болады ғой, ештеңе етпейді. Кәне киркам, давай бәрін сындырып таста. Алмазный красавчик. Достар, арнаға тіркелеміз. Егер кім менің видеомды бірінші көріп, бірінші комментарий жазып, мен бірінші оған ответ бергенімді, жауап бергенімді қаласа, сол үшін тіркелу керек. Егер тіркелсеңдер, егер мен видео тастасам ютубқа, сендерге бірінші болып сообщение келеді. Что осындай Минекрафт арнасы видео тастады, кіріп қараң, солай деп келеді. Ал сендер кіріп тамашалайсыңдар. Сол үшін тіркелу керек. Он 19 штук, тағы 30 штук қайтып істеп алайық. Істеп алсақ жақсы болар еді. 25-26 штук. 27. Жиырма 8 штук. 30 штук. 30 штук жасап алдық. Мына жерде жарып жіберген ба? Ё-моё. Мына жерде немене бәле істеп тастаған мына жерде? Кім істеген? Мына жерде үңгір екен. Қорқам мен, қашып кетейін лүч. Ең жақсы қашып кеткенім. Деп әзілдесіп қояқта. Достар, міне үйімізге де жетіп қалдық. Міне үйімізге де келдік. Аш есікті, қаш. Міне 37 штук жасап әкеліппіз. Енді 37 штукты. Достар, қазір егер шифр төмен болып қалса, сындырып бастан шифр сәл төбелік жасайтын боламыз. Достар, жақсы. Түнеге болады, нормальный үй қарасаңдар. Міне осындай красавчик үй бар. Достар, міне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай түнеге болады. Мына жерде диван болсын бізде, төсек. Мына жерде төсек болсын. Төсекті мына жерге қойсам бекен. Бірақ төсегім ба, міне. Осылай нормальный шығар. Ұйықтауға. Ал міне достар, үйді жасап бітіріп алдық. Осындай әдемі үй болып тұр. Ал енді достар, аңға шығатын боламыз.
аңға шығатын боламыз, және де қазір мен садағымды алып алайын, садақпен бірге аңға шығатын боламыз. Аңға мына жерлерде қой, немене бар, соларды сиыр атып өлтіріп еттерін жейтін боламыз. Бірақ біздің қазір қанымыз тоқ, бәрібір түнде зомбилер келуі мүмкін. Егер атып тастаса, егер қарнымыз ашып қалса, солай жейтін боламыз. Бәрібір барып тамақ алып алайық. Қазір видеоны қосамын. Міне достар, мен аңға бара жатырмын. Видеоны паузаға басып тұрдым. Кешесіңдер енді. Даусым жақсы шықпай қалды ғой. Мына жерде немене бар, қазір атайық. Әйтпесе үйден ұзап кетпейік. Ай жақай. Неге садақпен ата алмай жатырмыз? Садақпен ата алмай жатырмыз. Өлтіре салайық. Беркел. Өлтірдік. Достар, кубик береді екен. Біреу екен, керегі де жоқ қой бізге. Садағым неге атпай қалды? Садақтың оғын алмаппын ғой. Ай достар, көрдіңіздер ме достар? Достар, көрдіңіздер ме? Yok, көрдіңіздер ғой. Міне қараңыздаршы мына садақты. Ешек мал садақ. Не ұмытып садақтың оғын алмаппын ғой. Енді не істеймін? Ал киркамен енді аңға шығатын боламыз ба? Жарайды достар, бір қойды өлтірдік, ол да бізге жетеді. Енді қоя салайық бол. Міне ет бар. Егер жанымыз кетіп бара жатса, сол жейтін боламыз. Міне үйіме де келіп қалдым. Қазір міне істейтін қызық ештеңе жоқ. Бізде қармақта жоқ. Достар, міне көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Бұлай жасайық, қорғау жүрейік енді. Садақтың оғын алмаппыз. Ақымақпыз ғой, ақымақ. Достар, қазір біз шомылақ па? Қазір біз судың астына кіретін боламыз, достар. И шомылатын боламыз судың астында. Қазір кірем, судың астында не бар екен? Зомби болуы мүмкін, достар, судың астында. Мен кірем, тоқтай тұрмын да. Күн батып бара жатыр. Достар, міне суға кірдік. Енді жанымыз кетпей, балықтар бар екен ше. Әдемі балықтар бар екен. Қалайсыңдар? Достар, зомби болып қалуы мүмкін. Сақ болуымыз керек. Достар, судың астында пещера тауып алсақ қой, Зомби. Достар, зомби. Білмедім ше, сол зомби болатын ше. Жақсы тамақты алып алыппын. Зомби достар. Достар, бізде түнде батып бара жатыр. Мен қазір қорқатым, зомби келіп қалса, бізде садақтың оғы да жоқ. Достар, кеттім. Мен үйге кірейін, не жақсы. Үйге кірдік. Көрдіңіздер ме достар? Өздеріңіз көргендеріңізде бұл зомби атты. Мен суға кірбедім. Бір жанымды кеткізді. Шақмал зомби. Достар, міне түнде батып барды. Қазір төсегіміздің үстіне отырып алайық.
Oturмун достар, міне сенбесеңдер төсектің үстіндемін. Қазір достар 2 минут төсектің үстінде отырып алайын. Міне достар, мен отырмын төсектің үстінде. Бағана зомби суның астына енді шомылуға кіріп едім. Зомби атты садақпен, ал менде садақтың оғы да жоқ атуға. Ал достар, түн батты, енді ұйықтайтын кез. Ал достар, егер видео ұнаса, арнаға тіркелеміз. Әрине, неге тіркелеміз? Егер видеомды бірінші болып көргілерің келсе, бірінші болып комментария жазғыларыңыз келсе, және де лайк басамыз. Лайктарымызды аямаймыз. Ол нәрсе деп ойлаймын. Ал достар, мен ұйықтауға кеттім. Төсегімді салып алдым бағана. Енді ұйықтайын. Міне достар, енді мен ұйықтайын. Хоп. Достар, тоқтаңдар. Біреу жүрген сияқты. Зомби біреу жүр, достар. Өп. Есте түн батып кетті. Достар, міне мен ұйықтап жатырмын. Ал достар, егер видео ұнаса, міне достар, таң да атып қалды, видеоны аяқтайын дегенше. Достар, егер видео ұнаса, лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Міне таң да атып қалды. Достар, осылай, егер өздеріңіз естігеніңізде видео ұнаса, лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Міне таң да атып қалыпты. Сенбесеңде шығып көрсетейін. Ей. Ана не жүр? Қоймай кірейін, кеп өлтіріп қалмасын. Міне достар, сендерге өздеріңіз айтқандарыңыздай 24 сағат выживание жасадым. Таңнан басқа, мына басқа таңға шейін. Түн түсірдім, міне таңда түсірдім. Ал достар, сау болыңдар. Келесі видеода көріскенше, видео ұнаса лайк.